Саламатсыз ба көрермен? Бас ауырғанда жиі ішетін үш дәрінің зиянын білесіз бе? Алдымен келесі денсаулыққа пайдалы видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Басымыз ауырып, дене қызуымыз көтерілсе, алдымен дәрігерге емес, бірінші кезекте дәріханаға барамыз. Мысалы, цитрамон, анальгин. Бұл дәрілер әр үйдің дәрі қолбишасынан табылады. Бұларды аптасына 3-4 рет ішетіндер де бар. Бүгін осы аталған дәрілерді көп пайдаланатындар нені ескеру керектігін айтып өтейін. Естеріңізде болсын, бүйрегі және асқазан ауыратын жандарға бұл препараттарды мүлде тұтынуға болмайды. Сонымен қатар, оны ұйқыға жатар алдында ішпеңіз, өйткені ішкі ағзаларда көп мөлшерде ісік пайда болуы мүмкін. Кейбір жандардың асқазанында жара болады. Ацетилсалицил қышқылы осы жараның бетін ашып жіберуі мүмкін деп жазады Ауырмаңыз газеті. Соның салдарынан асқазаннан қан кетіп, прободная язва ауруына ұшырауы ықтимал. Кез келген дәрінің құрамында аз мөлшерде қышқыл болады. Сондықтан дәріні бас ауырған сайын ішу оған тәуелділікті күшейтеді. Цитрамонды әсіресе қан қысымы жоғары адамдарға ішуге болмайды. Себебі құрамында аспирин және қан қысымын көтеретін кодеин бар. Цитрамон ешқандай кері әсер жоқ дәрі сияқты болғанымен, оның да жағымсыз әсерлері өте көп. Абай болыңыз. Дене қызуы сәл көтерілсе, бірден дәрі ішуге асықпаңыз. Дәріден бұрын суды көбірек ішіңіз. Ол бойдағы ыстықты қайтарады. Баланың дене қызуы 38-5, ал ересек адамдікі 39-дан жоғары болған кезде ғана ем-дом жасау керек. Әр дәрілік заттың өзінің сақтау нормасы болады. Егер дәрі қолбишасына назар аударатын болсаңыздар, онда бөлме жағдайында, яғни 25 градустан жоғары емес температурада сақтау керектігі жайлы жазылған. Дұрыс сақталмаған жағдайда дәрінің құрамы өзгеруі мүмкін. Сонымен қатар, дәріні сүтпен ішуге болмайды. Өйткені сүт дәрінің құрамында қышқылды еріте алмайды. Бүгінгі видеом осындай. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Бүгінгі видеом ұнаса, лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.